Қазақстан туралы айтқанда көз алдымызға кең дала елестейді. Бірақ ұлан байтақ жер пайдасы жатқан кеңістік емес, бір түйір топырағына дейін болашағымызды айқындайтын маңызды стратегиялық ресурс. Неге олай? Түсіндіріп көрейін. Еліміз жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алады. Оның қойнауы мұнай, көмір, газ, металл сынды түрлі қазба байлықтан бастап азық-түліктің сан мың қорына толы. Соның арқасында еліміз экономикалық тұрғыдан дамып, өнеркәсіпті жетілдіріп, ауыл шаруашылығы саласын сәт сайын ілгерілетіп келеді. Халық жердің игілігін көру керек. Мен бірнеше жыл бұрын заңсыз алынған және игерілмей бос жатқан жерлерді қайтарып алу туралы нақты тапсырма бердім. Бүгін осы мәселе бойынша министр баяндады. 2022 жылдан бері 14 миллион гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекетке қайтарылды. Президент мемлекетке қайтарылған жерді келесі жылдың ортасына дейін түгелдей тұрақты айналымға енгізу туралы тапсырма берді. Әкімдіктер бұл жоспарды қағаз жүзінде емес, іс жүзінде орындау керегін айтты. Осы тұста байтақ даламыздың барлық аймағында жыл 12 ай бойы мал бағуға да болады. Оны бағам, өсірем, санын көбейтем деген адамға мемлекет тиісті қолдау көрсетеді. Қазір нақты қаржыландыру тетіктері бар. Жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге, мал бордақылайтын орын салуға және асыл тұқымды мал алуға мемлекеттен субсидия беріліп жатыр. Былтырдың өзінде осы мақсатқа 60 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Үкімет қазір мал шаруашылығы саласындағы бизнесті қолдау жоспарын әзірлеп жатыр. Жайылымдық жерлер ауыл тұрғындарына және нақты жоспары бар инвесторларға берілуге тиіс. Келесі жылдың ортасында қабылданатын бұл құжатта осы мәселенің шешімдері айқын көрсетілу керек. Қазақстан жайылымдық жер аумағы бойынша әлемде 6-шы орын алады, ал егіс алқабы бойынша 8-ші орында тұр. Демек, қолымызда қажетті ресурс бар, ол қалай пайдаға жарап жатыр? Соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 2,5 еседен астам өсті. Жыл басынан бері осы саладағы негізгі капиталға салынған инвестиция 20%-тен артық өсіп 790 миллиард теңгеге жетті. Еңбек өнімділігі 3 жылда 37,3% артты. Биыл диқандарымыз 27 миллион тонна астық жинады. Әр аймақ жердің игілігін пайдаланып, ел қамбасына мол үлес қосты. Сондай-ақ еліміздің жер қойнауын пайдалану және геологиялық барлау саласы да дамып келеді. Бүгінде 103-тен астам түрлі пайдалы қазба және 10 мыңға жуық кен орны мемлекеттік есепке алынған. Қолданыста 2,9 мыңнан астам лицензия және 250-ге жуық қатты пайдалы қазбалар бойынша келісім шарт бар. Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде алғаш рет Көкжон, Алтын шоқы, Самонбет, студенттік және Тақыр Қалжыр кен орындары мемлекеттік есепке алынды. Қор көлемі 98 тонна алтынға, 36 мың тонна мысқа, 11 миллион тонна марганцке және 1,3 миллион тонна фосфоритке артты. Биыл 10 айда еліміздің экономикасы 6,4% өсті. Оның ішінде жер қойнауының, ауыл шаруашылығының үлесі айтарлықтай мол. Өңірлердің дамуы, инвестициялардың көбеюі, жаңа жұмыс орындарының ашылуы бәрі жерді тиімді басқаруға байланысты.